Ал әлемді алаңдатқан індет ұшығып тұрған шақта сыртта, яғни шет елдерде жүрген отандастарымыздың жағдай қалай? Олар қандай сақтық шараларын қолданып жатыр? Қазір бізбен Түркия астанасы Анкара қаласынан отандасымыз Мәдина Жанғазиева байланысқа шығып отыр. Мәдина, қайырлы күн. Қазір Түркиядағы жағдай қалай болып жатыр? Жалпы жұрт карантинді қалай қабылдауда? Елдегі тәртіп қалай? Қайырлы кеш, Қазақстан. Коронавирустың кесірінен көптеген елдерде карантин жарияланды. Соның қатарында Түркияда бар. Дегенмен халық бұл аурудың қауіптілігін әлі түсінбей жатқан сияқты. Өйткені көшеде еркін, маскасыз жүрген кісілердің саны көп. Сонымен қатар ел билігі төтенше жағдай жариялаған жоқ ешбір қалада. Тек күні кеше ғана халықаралық ұшуларға тыйым салынды. Қала арасы және қала іші тасымалдар жұмыс істеп тұр. Мәдина ханым, азық түліктерің жеткілікті ме? Көшеге, дәріханаға шығуға шектеулер бар ма? Мәдина? Азық түлік саны жеткілікті, ешбір бағасында да өзгеріс болған жоқ. Сонымен қатар дәріханалардың барлығында маска жеткілікті. Және карантин жарияланған күннен бастап ешқандай азық түлікке талас немесе жеткіліксіздік деген дүниелер жүзеге асқан жоқ. Ал Түркияда жүрген отандастарымыздың жағдайы қалай? Хат-хабар алып сөйлесіп тұрасыздар ма? Түркиядағы қазақстандықтардың жағдайын елшілік өз бақылауында ұстап отыр және арнайы жұмыстар жүргізіп жатыр. Сонымен қатар елге қайтқысы келіп жатқан, қазір шетелде тұрып жатқан өз замандастарыма айтарым, бұл ауруды жеңудің ең жақсы, ең жеңіл жолы қазір қай жерде болсақ, сол жерде қалуымыз дегім келеді. Өте дұрыс. Көп рахмет, Мәдина.